Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз дәрістің тақырыбын жалғастырамыз. Менің аты жөнім Жұмысбекова Гүлден Ермұхановна. Дәрістің тақырыбы жер бедерінің карст пішіндері. Дәрістің жоспары карст процестері және бедердің карст пішіндері. Карст деген ұғым. Карст құрылуының шартты жағдайлары, карст аймақтарының бедер пішіндері, жалған карсттық, псевдокарст процестер мен бедер пішіндері. Дәрістің мақсаты карст құбылыстарының пайда болуына басқа табиғи факторларды әсер етуін қарастырамыз, және де карст процестердің жүзеге асуының негізгі себебін білу бізге қажет. Жер бедерінің карст пішіндері. Карст ол Югославиядағы карст үстірті атымен аталған тау жыныстарының суда еруінен және онымен байланысты химиялық процестерден туындайтын құбылыстар және сол процестердің жаралған бедер пішіндері. Карст жер бетіндегі және жер астындағы сулардың бірлескен әрекетінен нәтижесі. Олар әктас, доломит, бор, әксаз, әксазды мергел деп айтады орысша, мәрмәр, мрамор, гипс және түрлі тұздар тараған өңірлерде байқалады. Тас тұзы мен гипстің ергіштік қасиеті әктас деп доломиттен жоғары бола тұрса да, гипстік және тұздық карст жер бетінде сирек таралған. Карст пішіндерінің суреті. Карсты процестердің жүзеге асуының негізгі себебі тау жыныстарының атмосфералық жер бетіндегі және жер астындағы сулармен кейбір жағдайда теңіз сулары әсерінен еруі. Әктас еру үшін суда еріген көмір қышқыл газдың CO2 мөлшері жеткілікті болуы шарт. Сол кезде судың химиялық әрекеті басымдау болып, карбонатты тау жыныстарының әсері етеді. Карст құбылыстарының пайда болуына басқа табиғи факторларды етеді. Олар мысалы, біріншіден бедер, тік немесе құламалы жер бедерлерімен салыстырғанда тегіс, жайпақтау келген жерлер карст процесіне тезірек ұшырайды. Ал екіншіден әктастың тазалығы мен қалыңдығы. Әктас қабаты неғұрлым таза және қалың болса, соғұрлым олар карст түзілуіне қолайлы болады. Тау жыныстары үшіншіден құрылымы, орысша структурные породы дейді. Жұмыр, әрі кесекті әктастар ұсақ түйірлі ізбес тастарға қарағанда карст құбылысына баяу ұшырайды. Төртіншіден, ауа райының немесе температураның жағдайы, жауын-шашынның мөлшері, ауа райымен байланысты өсімдік жамылғысы, өсімдік қалдықтарының ыдырау әсері, су көмір қышқылы, гумин қышқылы, азот қышқылы және тағы да басқа қышқылдармен қаныққаннан кейін химиялық әсер арта түседі. Бесіншіден, карсттық тау жыныстардың жарықшақтығы, трещиноватость карстующих пород дейді. Жарықшақтар пайда болған кезде агрессивті су осы жарықшақтар арқылы тау жыныстарға сіңіп, жер астында әртүрлі карст пішіндерін
қалыптасуына мүмкіндік туғызады. Карсттық аймақтарда өздерінің гидрогеология жағдайларымен ерекшеленген негізгі үш қабатты белдемді ажыратуға болады. Үстіңгі қабат жер бетінен бастап жер астындағы еспе, грунт, судың бетіне деңгейіне дейін. Бұл топырақ пен атмосфералық ауа алмасу, яғни аэрация белдемі. Судың тік бағыттағы циркуляциялық және еркін гравитациялық ауысу қабаты. Сонымен карсттық аймақтарда негізгі үш қабатын ажыратуға болады. Үстіңгі қабаты жер бетінен бастап жер астындағы еспе, грунт, судың бетіне деңгейіне дедік біз жаңа. Бұл топырақ пен атмосфералық ауа алмасу, яғни аэрация белдемі. Судың тік бағыттағы циркуляциялық және гравитациялық ауысу қабатын көрсетеді. Мына суретте еспе суы көрсетілген. Тағы да бір көрсетіп қояйын. Карстты аймақтардағы бедер пішіндерінің дамуы бұл шөкем бойынша көрсетілген сурет. А қалың қабатты әктасты тау жыныстары болып келеді. А қызылмен бояуын көрсеткен. Б мынау көк түсті, ол су өткізбейтін қабатты көрсетеді. П-ға келсек, П әріпімен, мына үстінде қызылды көріп тұрсыздар ғой, карст шұңқырлары белгіленген. Ал П әріпімен жер астындағы мына сары түсті П әріпі көрсетілген. Жер астындағы қуыстарымен жалғасқан опырылып қалған орындар. Бұл оқпандарды мен сары түспен көрсеттім. Ары қарай қарастырсақ, А әріпімен мына кіші әріпі жасыл түсті көрсетеді. Ол аэрация белдеулері. Б кішкене әріппен көк түсті суға мерзімі қаныққан қабат көрсетіледі. Сонымен ары қарай Б-ны көрсек, мына қоңыр түспен көрсеттім. Бұл суға үнемі толыққан қаныққан қабат болып келеді. Ортаңғы қабат уақытша суға толық қаныққан қабат. Тағы да айтып жазып кетейік, карст пішіндері мынандай жерлерде орналасқан: Орыс жазығында Крым, Кавказ, Орал тауларында, Югославияда, ақш-та, Қытайда, Түркияда жиі кездесіп тұрады. Қазақстанда көптеген кішігірім карст пішіндері Қаратау жотасында, Маңғыстауда және үстірт жазықтарында дамыған. Карст аймақтарының бедер пішіндері: беткі карлар, карсттық шұңқырлар жатады, қазан шұңқырлар жатады, оқпандар, карсттық көлшектер, ойықтар және он пішіндері, жұрнақтар және жер асты карсты үңгірлер, құздар жатады. Жер үсті және жер асты пішіндерінің арасындағы өтпелі пішіндерге карсттық құдықтар, тереңдігі 20 метрге дейін карсттық шахталар жатады. Мына сурет карлардың бейнесін көрсетеді. Карст шұңқырлары Гвоздецкий бойынша осы суретті түсірілген карст шұңқырлары көрсетілген.
Жер бетіндегі карст пішіндеріне кар микробедері жатады. Кар деп тереңдігі 1-2 метрге жететін карбонатты тау жыныстар бетіндегі көптеген жарықтарды, жылғаларды және соларды бөлетін кішігірім үшкір тіске ұқсас қырқалар жүйесін атайды. Мына суретте лёс топырақтардың үстінде қалыптасқан карстік суффузиялық шұңқырлар көрсетілген. Тағы да айтып кетсек, осы карстік пішіндерге тән ерекшеліктері бар. Ол ерекшеліктердің бірі олардың сыртқы бейнесінің, мысалы, кішігірім жайпақтау келген тұйық көлшектер, орысша айтқанда карстовые блюдца дейді, тереңдей бере карстық шұңқырларға ауысады. Ал карстық құдықтардың ернеулері тегістеле келе тағы панорлардың түбі және ірге жағы одан әрі карст процесіне ұшырай берсе, олардың көлемі ұлғайып, түбі тұйық табиғи құдықтар тереңде үңгірлермен қосылған таяз каналдардан тұратын шахталарға айналады. Көлшектер карстовые блюдца бейнесі. Мынандай мына көлшектер көрсетілген. Карстовые блюдца дейді. Сонымен мына жерде панорлар бейнесі көрсетілген. Карстық процестерде мынандай оймауыттар полия деген тағы да осы пішіндер бар. Оймауыттар полия деп көлденеңіне бірнеше километрге, кейде ондаған километрге жететін табаны тегіс, жан-жағы тік-тұйық ойпандарды атайды. Мысалы, Югославиядағы Попова поле деген карстық пішіннің көлемі 180 квадрат километрге жетеді. Олар бірнеше қазан шұңқырлардың бір-бірімен қосылуынан немесе жер астындағы карстық қуыстардың төбесі опырылып құлап түсуінен пайда болады. Кейбір ірі пішіндердің жаратылысы тектоникалық құрылымдарына байланысты. Жоғарыда айтылып кеткен Попова поле карстық апан негізінде мольда тектоникалық құрылымның орта бөлігінде орналасқан. Әдетте апандар түбі құрғақ, бірақ мезгіл сайын тұрақты түрде суға толып көл немесе өзенге айналады. Осындай көлемді оймауыттар поле деп аталады. Карст аймақтарының үңгірлері және аңғарлар мен өзендері. Жер астындағы жарықшақтар бойымен аққан сулар олардың ірге жақтарын ерітіп, қалыптасқан қуыстарды одан әрі ұлғайтып, кеңейе береді. Сонда жазықтық және көлбеу бағытта таралған көптеген тарамды қуыстар жүйесі түзіледі. Олар бірде адам еңкейіп, әзер өтетін тар, сондай бірден кең және биік төбесі күмбезделе иілген салтанатты сарайға ұқсаған жер асты гроттарын құрайды. Гроттар деп атайды оны. Осындай әр көлемді жер асты қуыстары бір-бірімен қосылып үлкен үңгірлерге айналады. Үңгірлерді көрген шығарсыздар, иә? Үңгірлер планда жан-жаққа иреленденеді, бойлық қимасында көлбеу баспалдақша кірпіштенген кен ауқымды қуыстарға бөлінеді. Нақты айтқанда, үңгірлер жердің үстіңгі бетімен бір немесе бірнеше ірі келетін карстық қу.
Олар тау жыныстарының еруінен, сумен сілтілену және шайылу арқылы, сондай-ақ суффозия, сазды карст, абразия және тағы да басқа процестер нәтижесінде пайда болады. Кейбір аймақтарда үңгірлер әртүрлі гипсометриялық деңгейде орналасады, бірнеше қабаттар құрайды. Үңгірлердің қабаттасу жер үстіндегі сулардың деңгейіне байланысты болады. Егер мысалы жердің тектоникалық жоғары көтерілу әсерінен беткі судың эрозия базисі төмен түссе, онда үңгірдегі жер асты сулары да соған ілесе төмен ауысып, үңгір құрғап қалады. Ал төмен құлдыраған су және базис деңгейінде және қабатты қуыстармен үңгірлер сала бастайды. Үңгірлер суреті. Карстік үңгірлердің ішіндегі ірілерінің бірі ақш-тың Кентукки штатындағы ұзындығы 100 километр Флинт Ридж және Нью-Мексико штатындағы Карлсбал үңгірлері. Үлкен үңгірлердің түбінде жер асты өзендері мен көлдері де кездеседі. Кейбір үңгірлерде, мысалы Орал тауындағы күңгір үңгірі, мұз сүңгілері мен кристалдары, ал карбонатты тау жыныстарындағы үңгірлерде ерекше карст құрылымдары сталактит, сталагмит деп айтады. Сталактит, сталагмит атты табиғи бағаналары түзілінеді. Сталактит грекше сталактис, тамып тұратын үңгірлердің төбесінен түтікше шашақ таратқан тісі тәріздес жоғарыдан төмен қарай біртіндеп өсетін тамшылап аққан минералданған сулардың көбеюінен түзіледі. Ал сталагмит грекше сталагма, тамшы дейді. Үңгірлердің түбіне тамшылаған минералды сулардың әсерінен төменнен жоғары қарай біртіндеп өсетін минералдық түзілім. Бір мезгілде қарама қарсы жақтан өскен минералдық түзілімдер қосылып, бір тұтас бағаналар құралады. Мына суретте сталактит көрсетілген. Жоғарыдан төмен қарай қарап тұрсаңыздар, біртіндеп өсетін тамшылар, сталактит деп аталады. Сталагмит сталактитке қарағанда төменнен жоғары қарай біртіндеп өсетін минералдық түзілім. Мұз сүңгілері дамыған үңгірлерде мұздық немесе суық үңгірлер дейді. Мұз бен қардың пайда болуы үшін алдымен лайықты климаттық жағдайымен үңгірдің ішкі бейне құрылымы сәйкес болуы тиіс. Егер үңгірге кіретін жері жазық бағытта болмай, жоғарыдан төмен қарай сәл еңкіштеу болса, онда салқын ауаның сонымен бірге қар мен мұздың жиналуына қолайлы жағдай туады. Карстық аймақтардың аңғарлары мен өзендері. Карстық өлкелердің аңғарлары мен өзендерінің сипаты гидрологиялық режиміне және тау жыныстардың карстқа ұшырау дәрежесіне байланысты. Карст дамуының ең алғашқы мерзімінде жер беті сулары мен жер асты карстық суларын ажыратуға болады. Ал карст процесінің ең соңғы сатысында жер асты сулары мен беткей суының арасындағы шекара біртіндеп жойылады. Атмосфералық жауын-шашын суының бір бөлігі санлаулар
мен жарықшақтар арқылы енді бір бөлігі карст қуысы мен үңірейген жарықшақтар арқылы жер астына еркін кетеді. Мұндай жағдайларда карсттық аймақтардағы тән соқыр аңғарлар және құр аңғарлар пайда болады. Бұлардың пайда болу себебі өзен бойымен ағып келе жатқан су жолшыбай кездескен арна түбіндегі карсттық жарықшақтарға сіңіп құлап кетеді де әрі қарай жер астындағы қуыстарды бойлай ағады. Кейінірек ағын жер бетіне қайтадан шығып, беттік суға айналып, өзен құрады. Осындай соқыр немесе құр өзендер Қырым түбегінде, Кавказда, Оралда және Орта Азияда кездеседі. Қырымдағы өзеннің суы кенеттен, мына суретте Қарағанды облысының Нұра өзенін көрсетілген соқыр өзенге жатқызамыз. Жерге сіңіп, жер асты суына айналады, ал үстінде малта түйіршік тастардан құралған өзеннің құр арнасы ғана қалады. Шамасы 10 километрге дейін су жер астымен ағады да, одан соң Қарасу деген атауымен қайтадан жер бетіне шығады. Мұндай сулар алғашқы рет Франциядағы Ваклюз жотасында зерттелген. Содан бері ондай суларды Ваклюз сулар деп атап кеткен. Ваклюз суларына мына Ваклюз өзені жатады. Жоғарыда айтылған карсттық пішіндерден басқа тропикалық зоналарда оңтүстік Қытай, Вьетнам, Гвинея және тағы басқа елдерде кездесетін тропикалық карст деген өзгеше карсттық пішіндер кең дамыған. Бедер элементтерінің морфологиялық жағынан қарағанда тропикалық карст суретте қарасаңыздар күмбезді болып келеді, мұнаралы, шоқы тәрізді және қазан шұңқырлық котлованный карст дейді. Осындай түрлерге бөлінеді. Мына жерде тропикалық карсттың даму кезеңдері көрсетілген. Жаңа айтып кеткендей, мұнаралы болып келеді, күмбезді болып келеді тропикалық карсттар. И жаңағы қазан шұңқырлы котлованный карст бейнелері көрсетілген. Карсттық процестер халық шаруашылығына көптеген зиян тигізеді. Тұрғын үйлер мен құрылыстардың іргетасының құлауы, темір жол төсемінің қирауы, мысалы, шахталарда су басып кетіп жатады, су қоймаларындағы сулар астындағы қуысқа сіңіп кетуі, осылардың барлығы карсттық құбылыстың нәтижесі. Сондықтан осындай құбылыстар байқалған аймақтарда үйлер тұрғызу, гидротехникалық құрылыстар жүргізу, темір жолдар тарту жұмыстарын алдын ала қарастыру керек, зерттеу керек. Сонымен жаңағы карсттық процестерде жалған карсттық псевдокарст деген түсінік қаралынады. Ол да бедер пішіндері. Псевдокарст кәдімгі карстпен қатар кейбір жерлерде сырт бейнесі карстқа ұқсас пішіндері кездеседі. Бұлар саздық карст, глинистый карст және термокарст дейді. Саздық карст аридтік және жартылай аридтік климат жағдайларында жоғары карбонатты саздардан, саздақтардан және лёстардан құрылған аймақтарда байқалады. Жарықшақтар бойымен шайылып шыққан ертінді материал
саздық және құмайттық алевритті бөлшектердің механикалық шайылуымен қабаттаса өтеді. Мұндай процесті суффозия дейді. Жоғары карбонатты саздақтар мен саздарда жарықшақтар кең тараған жағдайларда кәдімгі карстқа ұқсайтын жер асты үңгірлер кездеседі. Мұндай табиғи құбылыстарды саздық карст деп атайды. Мына суретте механикалық шайылумен болған суффозия процесі көрсетілген. Сонымен бүгінше біз тақырыбымызды аяқтаймыз. Мына жерде сіздерге сұрақтар берілген. Карсты процесстер және бедердің карст пішіндері дегеніміз не? Карстың даму стадияларын көрсете білу керек. Суффозиялы процесстер және сазды карст. Панорлар дегеніміз не? Карст құбылыстарының пайда болу факторлары. Карсттық пішіндерге тән ерекшеліктер. Осы сұрақтарға нақты жауап берулеріңізді сұраймын. Мына әдебиеттерді қолдануға болады. Сөз жұмыстарын жазған кезде, сұрақтарға жауап берген кезде.